Қайырлы күн достар, сіздермен Адека Лайф каналы. Бүгінгі сіздерге айтатын ақпаратымыз YouTube'дан қалай видео жүктей аламыз. Оны екі түрін білемін. Бірінші түрін көрсетейін. Ол үшін біз YouTube'ға кіреміз. Кірдік. Бізге кез келген видео жарай береді. Мысалға видеоны алайық. Алғаннан кейін паузаға қоя тұрамыз. Содан кейін үстіндегі жүктемеге кіреміз. Жүктеуге кіргеннен кейін YouTube'дан кейін көрдіңіздер ме? YouTube'дан кейін әрпін енгіздік. Ары қарай интерді басып кеп жібердік. Бізге мына ойланып тұр. Мысалға мына жақта мына 144 форматтан 1080-ге дейін качество жақсы болып тұр. Соны даунлоудты басасыздар. Ары қарай скачивайдан яқта жүктеп жүре береді. Мысалға қараңыздар, мысалға 240-та 10 мегабайт болса, 1080-де 179 мегабайт. Әрине ол качество жоғарылаған сайын мегабайтта көбейе береді. Бұл бізде бірінші тәсіл. Екінші тәсілімізді көшетін болса, бұл да соған ұқсас. Мына екіншіні аштық. Мысалға нан алатын болса, Сколько роликов на канале? басамыз. Тағы да сол жүктемеге өтеміз да. YouTube'тың артына емес, дәл алдына SS деген әріпті қоятын боламыз. $2 S-ті қоямыз. Ары қарай интерді басып кеп жібердік. Бұнда да мына шықты. Как я могу сохранить видео MP3 качество дейді. Бұл жерде мына 3 форматта шықты. 1080 WebM, 360 M4, 720 шықты. Бұнда да мына даунлоудқа басасыздар. Ары қарай төменге жүктеу бөліміне түсе беретін болады. Сіздермен болған Адека Лайф каналы. Каналға тіркеліңіздер, қолдаңыздар. Қазақ тілді видеоларымызда тағы да салып отыратын боламыз. Сау болыңыздар.